Газ қысымын қарастырайық. Газдың молекулалары ыдысты үнемі соғып тұрады. Яғни мынау біздің молекула болса, ыдыстың қабырғаларын олар ретсіз қозғалып соғады. Осы соққылардың нәтижесінде бізде газдың қысымы пайда болады. Сонымен газдың қысымы оның молекулалар ыдыс қабырғаларын соқтығысынан пайда болады. Және олар барлық бағытқа бірдей беріледі. Яғни төбесіне, табанына, қабырғаларына барлық бағытта газ қысым бірдей түсіреді. Егер біз газдың массасын өзгертпесек, яғни констант болсын тұрақты, көлемін кішірейтсек, температура тұрақты болсын, онда бізде қысым өседі. Ауа шарын алуға болады. Ауа шарын біз қолмен қыссақ, ол қатая келеді. Яғни ауан шарының ішіндегі ауан молекулалары одан сайын тез қозғалады да қысым көбейеді. Керісінше, көлемді арттырсақ, онда қысым кемиді. Сонымен қатар температураны өсіретін болсақ, онда газдың қысымы да өседі. Себебі температура энергияға тура тәуелді. Энергия өскенде ол жылдамдықта өседі. Жылдамдық өскенде біздің соққылар да өседі. Ал соққылар ол газдың қысымын тудырады. Паскаль заңын қарастырайық. Паскаль заңы былайша тұжырымдалады. Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым барлық бағыт бойынша өзгеріс беріледі. Яғни біз ауа шарын өретін болсақ, түсірген қысымымыз ол барлық бағытқа бірдей беріледі. Барлық бағытқа. Сұйық үшін де, газ үшін де бұл заң орындалады.